Рядом. Вперед, 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 вперед. Хорошо, мама. Жарылыш затын иісінің баламасын осы жерге тығып қойдық. Қазір ит кіріп іздейді. Рядом. Ищи. Чара. Хорошо, хорошо, апорт. Чара. Ищи. Ищи. Хорошо. Чара. Чара, как вперед. Молодец, хорошо, Чара. Ко мне. Хорошо, Чара, ищи. 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 Яғни менің қолымдағы зат кликер деп аталады. Бұны біз иттер жаңағы берілген өзіне қойылған задачаны жұмысты дұрыс тапқан жағдайда осы итпен дұрыс тапқандығына туралы белгі береміз. Ал дұрыс таппаған жағдайда ит өз жұмысын ары қарай жалғастыра береді. Бұл Чара есімді ит 2016 жылдан бастап осы кинология қызмет орталығында қызмет атқарып жатыр. Бұл иттерді дайындау барысында ең бір күшік кезінен бастап дайындаймыз бұларды. 1-2 айлық болған кезде күшіктерді тестілеуден өткіземіз. Жаңа қай күшік қандай направлениеде жұмыс жасауға келеді. Бұлар өзі бөлінеді ғой. Есірткі заттарын іздейді, жарылғыш заттарды іздейді, жаңағы қылмыскерлер іздейді, следовой дейді. Садарология әртүрлі бағытта бөлінеді. Сол кезде Чара осы жарылғыш заттарды іздеуге өзінің жақсы жағынан көрсетті. Сол кезден бастап жұмыс жасайды. Қазір жасы 4 жаста, 2016-дан бастап. Жаңаға көрсеткендей, ана жақта полоса препятствия бар. Иттерді базада дайындалған кезде жаңа полоса препятствияларын өткізіп тұрамыз. Иттердің жаңағы физически жағынан дайындық, жүгіруге, секіруге болады. Выездларда жүрген кезде биіктерге шығамыз, түсеміз. Сол жағдайларда иттер өз-өздерін еркін ұстау үшін жаңағыдай кедергілерден өткізіп, иттерді дайындап тұрамыз. Тамақ жағына келетін болсақ, бұлар 2 рет таңертең, кешке 2 рет тамақтандырылады. Өздерінің арнайы корыммен жаз мезгілінде су ішеді, бассейнге түсіреміз иттерді. Уақытында прививкалар салынады, уколдар салынады. Ауырған жағдайда қарайтын өздерінің жеке дәрігерлері бар осы кинология қызмет орталығында. Жағдайын біліп тексеріп тұрамыз, айына 1 рет өлшеп, иттердің салмақ түсіп кеткен жоқ па, көтеріліп кеткен жоқ па, белгілі бір салмақ болады иттердің өздеріне. Сондай жағынан тексерістер болып, қатты көңіл бөлінеді осы жағынан. Кинология қызмет орталығында жаңағы қылмыстар барысында жедел басқару орталығынан звонок түседі. Біздің кезекші бөлімге звондайды. Осындай жерде осындай қылмыс орын алып жатыр, соған кинологтың көмегі керек, кинолог керек деп. Жаңа қылмыс болған жерге кинолог мамандар өзіміз жедел следственно оперативный группаның құрамында қылмыс болған жерге барамыз. Қылмыс болған жерде
тергеуші ең бірінші шешім қабылдайды сол жерде. Жаңағы қылмыстың құрамына байланысты ол жерде кинолог маманның көмегі керек па? Керек болған жағдайда, жаңағы мысалы ұрлық болсын дейік, ұрлық болған жағдайда сол жерде қызметтік итті қолданып, жаңағы қылмысты ашуға көмектесеміз. Қазір бұл менің екінші итім, Дин деген, жасы 5 жаста, жедел топтан шығып, қылмыс болған жерде иттің қалай жұмыс істегенін қазір қарайсыздар. Мына жерден қазір стартовый запықты мен көмекшім ана жаққа салып қойды қазір із. Сол ізді стартовый запықтан бұл ескейді. Сол ізді із арқылы қазір қалай жүру екенін көрсететін боламыз. Жедел ізге келген кезде негізі перчатка кию керек болады. Жаңағы подозреваемый заттарын жасаймыз, қалған заттар болса қылмыс орнында оларды осы перчаткамен ұстаймыз. И пинцетпен алып, жаңағы қалтамызға салып аламыз, чтобы итке ыңғайлы. Өйткені ол жерді қолмен ұстайтын болсам, ол жерде уже менің есім қалып қояды да итке. Ол уже іздеуге итке қиын түседі. Сол себептен қазір осылай. Ал енді қазір итті алайық, сосын орнына барып бізді уже ескетеміз. Дин, рядом. Рядом. Так, міне мына жерден қазір көмекші жаңа із қалдырған, осы жерден із салып сидеть. Міне бұл жерге жаңа, яғни өзінің бар предметі дейді, қалдырып кеткен тряпка. Бұл жерде жаңа қылмыскердің ізі, көмекшімнің, міне ол Дин, рядом. Лежать. Хорошо, нюхай. Хорошо, Дин ко мне. Лежать. Хорошо, нюхай. Молодец, Дин. Хорошо. Нюхай. Ага. Так, мама, подсумки обценила ли? Тряпку, ага. Так, след. Ищи. Лежать. Тағы да екінші запыққа келдік. Тоже итке аламыз. Место Дин. Ищи. Лежать. Ай, молодец, хорошо, Дин, хорошо. Міне, яғни соңғы точкаға келдік, төртікте болады. Тоже міне подозреваемый маскасы қалдырған. Оны аламыз. Подсумкке былай алып. Егер адам болған жағдайда, адам сол көрінсе, дальше адам соңынан қуамыз. А көрінбеген жағдайда, жаңағы нақты қылмыс болған жерде жолға дейін келеді, не болмаса, өткелге дейін келеді. Ол жерде уже машина жүреді, қаншама адамдар жүреді. Сол кезде қызметтік ит жаңылысып, жаңағы қылмыскердің ізін жоғалтып алуы мүмкін. Жоғалтып алған жағдайда сол жерден ит тоқтайды. Иттің жұмысы сол жерден аяқталып, жаңағы болған жағдайдың бәрін акты, жаңағы қызметтік итті қолдану актісін толтырып, қылмыс болған жерде тергеушінің қолына береміз. Тергеушілер ол актыны алып, жаңағы қылмыстық істің материалының ішіне қосады, жаңағы ит қолданған туралы актыны. Ары қарай жедел уәкіл бар, тергеуші бар. Барлығы жаңағы иттің берген направлениесін іздеп, тоже иттің бағдарына көңіл алады. Сол маңайда камераларды қарайды, уже ол жедел уәкілдердің жұмыстары кетеді. Ит бағдар береді жаңағы қай направлениеде кетті. Сонымен қызметтік иттің жұмысы сол жерден аяқталады. Кинолог маман болу үшін ең бірінші адамның жануар дейді ғой, жануар дейміз, иттерге деген жеке өздерінің көз қарасы болу керек. Кейбір кісілер болады, о, кинолог болу оңай, итті ұстаймын жүріп кетемін деп. Каждый итті үйрету үшін көп уақыт керек, төзім керек. Иттерді үйрету үшін төзімділік болу керек адамда. Бір ит мысалы тез үйренеді, бір ит үйренбейді, ол итті үйрету үшін белгілі бір уақыттар керек болады. Соның бәріне шыдайтындай шыдамдылық болу керек иттерді үйретуге.